Атам қайтыс болса да маған үй алып берді. Оқиға былай болады. Бір күні үйде отырмын, кешкі уақыт ымырт басып қалған кез, үйде бала шағамызбен шай тамақ ішіп болған кезіміз, телефон шырыр ете қалды. Қарасам, Жамбо өқ деп тұр ғой. Жамбо өқ деп тұр екен. Жамбо өқ деген, Жамбо өнер қырандары деген, өқ деген ғой. Соны атамда Жамбо звондап отыр екен. Алло деймін, алло Жамбо қалайсың? О, мәке қалайсыз, амансыздар ма, жақсымыз? Не істеп жатсыз дейді. Не істеп жатқанда, сол тамақ ішіп бала шағамен болып отқанбыз деп. Неқса бір шығып қайтпадық па дейді. Қайда? Киноға барып қайтайық та дейді. Соны жарайды. Қалай, өзіміз ба или бала шағамен ба десем, жоқ, қабырғаларымыз алайық дейді да. Соны жарайды деді. Енді соны шықтық, кеттік деп дана айтам, кеттік барып қайтайық деп. Кім деймін? Мен, сіз бар, сосын көршім бар дейді. Көрші жаңа Елдос Колобок. Соны не керек, шықтық, жалпы кинотеатрға бардық, кетіп баратырмыз. Қастарымыз жаңа қисық қабырғаларымыз бар. Как будто өзіміз бір түп-түзу адам сияқты десең. Сонымен не керек кетіп бара жатырмыз. Бір ұзын, бір қара, бір домалақ Колобок үшеуміз. Қастарымызға қисық қабырғаларымыз ертіп алып деп. Кинотеатрға бардық, жаңа попкорнымызды, анауымызды, суымызды алып киноға кірдік. Киноны көрдік, әйтеуір шықтық та, о, кино ұнады, ұнамады, неше түрлі анау болды, мынау болды деп. Әңгіме, сонымен отырып бір шай ішіп алайық дедік. Шай ішіп отырып, бір кезде Жамбо отырып айтпақшы, мәке, сіз үйді не істедіңіз? Сатам деп жүредіңіз ғой деп. Мен енді үйді қыздарым өсіп қалды, ұлдарға бөлек бөлме, қыздарға бөлек бөлме керек дегендей. Соның бір кішкене кеңдеу, тағы бір қосымша бөлмесі болса, қыздарға өз бөлек бөлмесі болса деп жүрген кезім ғой. Үйді сатып, кішкене тағы бір бөлме қосып алсам деп сөйтіп жүредім. Соны айттым, жоқ, сатуға қойып қойдым, енді бір-екі кісілер сұрап жатыр, бірақ жаңа үй не тапқан жоқпын әлі деп. Өй, біз жақта бір үй тұр ғой деді. Соны Елдос Колобокта кірісіп кетті. Ремонтын бәрін бұйыртса бітіреді. Үй тұр ғой, бір үй тұр, сатылайын деп тұр, сөйлессеңізші дейді. Ой, ол жақта кішкене қымбаттау ғой деп. Ой, жоқ, жүрсеңізші деп, түнгі сағат бір 11-12-нің шамасында қазір мен звондап көрейін деп алып, телефонды алып, ана кісіге ассалаумағалейкум, қалайсыз деп ана кісіге звондайды ғой үйдің иесіне. Үйді сатып жіберген жоқсыз ба дейді. Ана кісі жоқ деп. Соны осындай қазір барып көрсек бола ма, бір кісі бар еді көретін деп. Ана кісі айтады, жарайды, келіңдер деп. Барамыз, барып үйді барып көреміз, үй бітпеген, енді ремонт жасалып жатыр. Соны ана кісі көрсетеді. Кіргеннен бізге ұнады ана үй енді. Кіре берісі кең, сосын ол кісі көрсетіп жатыр. Мына жерде мен ремонтын бәрін өзім балама деп жасағам. Балам енді еншісін алып бөлек шығып, басқа жаққа бөлек шығып жатыр. Мына үйді енді сол сатуға қойып жатырмын, кішкене қарыздарым бар еді деп. Үйдің мына жағы гипспен жасалған, мына қолдан жасадық, мына ручной, мынау деген мир паркеттен ең қымбат паркет салдық, мына есіктері қымбат, бәрін өзімізге деп жасағамыз деп көрсетіп жатыр. Айтқан сайын бізге ұнап келе жатыр деген. Ой, өзіміздің үй секілді. Жоқ, ана жерін үйтіп емес, былай жасасаңыздар деп кірісіп кеткенбіз арасында. Соны айтады, мынаны бітіріп берем, бір айдың көлемінде, мынаның бәрі ремонт бітеді. Шкафына дейін, мына жерге шкафқа дейін өзім заказ беріп қойғам, тапсырыс бердім, келіп қояды бәрін. Бәрін тек үйге былай кіре саласыңдар деген. Енді жақсы, ұнады бізге, күшті. Бағасы қанша болады дейміз ғой. Ана кісі бағасын айтқан кезде біздің шашымыз түсіп қалатындай болды ғой. Бағасы деген жанып тұр. Ойбай, мынандай бағаға біз үй ала алмаймыз. Біздің қолымызда бар осы. Үйіміз сатамыз, соны жинағанда бір осындай болады дейміз ғой. Жаңа айтқан бағасынан бір жарты есе төмен ғой енді. Ана кісі деген, ой, сендер немене маған түннің ортасында келіп алып, үйің тең жарсы бағасын айтып тұрсыңдар. Не айтып тұрсың, жерге ұрып тұрсыңдар ғой мына үйді деп. Ол кісі ренжиді. Жоқ, көке, біз жерге ұрып тұрған жоқпыз, саудаласып та тұрған жоқпыз. Мен бүкіл шамамды айтып тұрмын, қолымнан келетін айтып тұрмын. Үйді сатамын, мынандай болады. Үстінен тағы да қосып, осындай бір 2-3 айда тауып берем, осылай деп ана кісіге келсін. Ана кісі жоқ деп отырды, әңгіме бір кезде. Соның өздерін қалай деп, Жамболаттан жағдай сұрап, Елдос Колобоктан әңгімелесіп. Соны отырды да екеуміз әңгімелесіп бір кезде тұрды айтты, маған таңертең осындай қарызын беруім керек. Жас баладан қарыз алып ем, есіктің алдына келіп әкірің деп қоймайды, қайта. Көлігімнің алдына көлігін қойып, елдің көзінше қашан бересің, әбден намысыма тиді.
сол қарзымды беріп тастау керек. Отырып та, сен ақыр бөтен адам емес екенсің, өнерде былай көріп жүрген бала екенсің, бір жағынан қарасам өзіміздің жерлес екенсің деп сол жерде танысып отырмыз ғой енді. Соны тұрды айтты, маған таңертеңге дейін осы қарзым беретін қарзым ақшасын тауып бере аласың ба деді. Егер тауып берсең соны саған берейінші, бөтен емес екенсіңдер, бәрі өзіміздің балалар екенсіңдер деп сөйтті. Ойбай, болды көке дедім, сол сен айтқан бағаңа мына үйді берейін, болды деп жеңгемізге. Пәленше, давай мен мына бердім мен. Сол бағаға бердім деді ғой. Содан аны жерде келісеміз ғой, біздің айтқан бағаға үйді беріп тұр ғой. Жарты есе төмен түсіп бізге бер, біз қуанып, ойбай болды, рахмет аға деп тез үйді алам дейтін кісілерге хабарласып. Не керек, ана үйді аламыз, ана кісі уәде бергенде үйдің бәрін бітіріп береді. Ремонт жасалып жатыр, бітіріп берем деді, шкафын бәрін қойып берем деді. Енді ауылдан әкем келді, жаңа үлкен бір атамыз бар. Бәріміз сол атамыздың үйінде отырып, әңгімелесіп отырмыз. Үйің құтты болсын деп жатыр, ремонт жасалып жатыр деп қоямыз. Сон қай жерден алдың үйді дейді, пәлен түген адресті айтып жатырмын, осындай жерден, осындай жаңа қиылыстан деп. Сім жаңа ағам айтады, ол жерде біздің ауылдың бір кісі үй салатын еді ғой. Сол жерде үйлері бар еді ғой, сол кісіге хабарласпадым ба, кім деген кісі? Пәленше түгенше деп атын айтады. Сол кісі ғой, үй салған кісі, содан алдым ғой мен. Ол біздің ауылда тұрған ғой ол кісі дейді. Қойыңшы, біздің ауылда тұрған. Кезінде біздің ауылда тұрып кеткен кісі, ол бала кезінде сол біздің ауылда өскен дейді. Мен білмеймін ғой, енді екеуміз жаңадан танысып тұрмыз үй алған кісімен. Сөйтіп айтады, ол кісі дейді, біздің ауылға көшіп келген кезде білесің ба дейді. Ол кісінің әкесі дейді, жаңа саған үй сатқан кісінің әкесі біздің ауылға көшіп келгенде сол балалар кішкентай дейді. Сол ауылға көшіп келіп, енді руымыз бір ағайынды нелер ғой енді. Сол көшіп келген кезде ауылда оның қолында қаражатқа үй жоқ дейді. Азын-аулақ қаражатпен көшіп келген дейді. Ондай үй табылмады дейді ол қаражатқа. Үйлердің бәрі қымбат, ондай қаражатқа үй ала алмайды. Сонымен ауылға келгеннен кейін не істейміз деп ағайын жиналған кезде, сенің атаң дейді, әкеңнің әкесі, Қошай атаң. Сол кісі шығып дейді, сол кісіге айтқан дейді. Сіздер енді ауылға көшіп келіп жатыр екенсіз, шеттей бала шағамен ары бері жүрмей ақ қойыңыздар. Мына мен тұрып жатқан үйге тұрыңыздар. Мен енді өзім ғой реттеп бір нәрсе тауып алармын деп, қолындағы бар ақшасына сенің атаң өзінің үйін беріп кеткен, оның жаңағы сен үй алған кісінің атасына дейді, әкесіне. Сен кезінде атаң оларға үйін сөйтіп беріп кеткен қолындағы бар ақшасына дейді. Енді сен де тура сөйтіп арзан қалыпсың ғой солардан дейді. Танисың ба дейді ол кісіні. Танымайды екен, мен танымайды екенмін. Сол бірінші танысып тұрмыз ғой. Қалай сен, ол деген біздің ауылдың кісісі ғой, оның әкесі ауылда тұрып кеткен, олар кейін көшіп кетті ғой Алматыға дейді. Таң қалдым ғой, таң қалдым. Ойлаңызшы, менің атам оның атасына кезінде қолындағы бар ақшасына үлкен үйін беріп кетеді. Оның жаңа ұрпағы маған айналып келіп, қолымдағы бар ақшаға үйді береді. Үлкен Алматы, пәленбай миллион халқы бар Алматы қаланың ішінен екеуміз ол үй сату керек болып қалады, мен үй алуым керек болып қалады. Аяқ астынан Жамбо звондап қалу керек, сон киноға баруымыз керек болады. Пәленбай миллион адамның ішінен екеуміз кезігеміз ғой. Екеуміз кезігіп, тура сол қолымдағы бар ақшаға беріп, осындай бір жақсылыққа жетіп отырмыз да. Сон бірден ой келеді ғой. Жақсылық жасаудан жалықпа. Сенің бір жақсылығың 7 ұрпағыңа дейін жемісін жегізбей қоймайды. Міндетті түрде. Содан үлкен қажылық жасаймын атамның атынан. Елдер сұрап жатыр ғой, мәке, өзің атыңа жасап жатсың ба қажылық деп. Жоқ, өзім атыма жасадым. Бәдәл қажылық атама жасап жатырмын. Атам кезінде маған, мен туылмай тұрып үй алып беріп кеткен екен маған, содан кейін өзінің жақсылығын жасап жатырмын атама деп жатырмын ғой. Алла қабыл етсін, жатқан жерін жайлы топырағын торқа етсін, атамыздың жанын жаннаттан етсін. Шынымен де ешқашан жақсылық жасаудан жалықпаңыздар. Кез келген жақсылық бүгін жасадым, қайтпады. Мен саған қанша рет жақсылық жасап жатырмын, бір ретте рахмет айтпадың демеңіздер. Ешкімнен қайыр күтпеңіздер. Шынымен де бір Құдай үшін жасайтын болсаңыз, Құдай сізді құр қалдырмайды. Оның жақсылығыңыздың есесін өзіңіз көресіз,
өзүңүздөн кийин жети ұрпағыңыздан да асып көрө берет. Сондуктан баршаларыңызга осы бір жақсылық жасаудан жалықпауға шақырамыз. Амандықта, саулықта болыңыздар.